Біздің өмір сүріп отырған қоғамымызда мүмкіндігі шектеулі жандар баршылық. Ол кісілердің тәнінде кемшілік бар демесеңіз, ой санасы сау адамдардыкінен еш кем емес. Басқа адамдарда бар жүрек, ақыл, көрік оларда да бар. Оларда ғашық болады. Олар да отбасын құрып, балалы шағалы болулар келеді. Бірақ бұндай қадамға баруға көп жүрексініп жатады. Немесе жақындары қарсы болады. Біз бір нәрсені ұмытпауымыз керек. Барлық адамның бақытты болуға хақы бар. Және барлық нәрсе Алла тағаланың қолында. Ешқайсымыз ертеңіміздің қандай боларын білмейміз. Бойындағы кемістігіне қарамастан отбасын құрып, бақытты өмір кешіп жатқан жандар қаншама. Солардың бірі Асыл Рахымжан бауырымыз. Ассаламу алейкум. Біз Асылдың үйіне келдік. Енді үлкен бір керемет жаңалық. Асыл үйленіпті. Альхамдулилля. Сол Асылмен көрсейік, келін көрейік, аналарының жағдай қалай екен, соны байқайық иншалла. Ассаламу алейкум. О, машалла, баракалла. Асеке, қалайсың? Машалла, қалайсың? Жақсы. Құсың құтты болсын. Иә, келін машалла. Қалай, Қызылордадан деп естідік, солай ма? Жүр, танысайық, үйге барайық. Мамаң бәрі үйде ма? Үйде. Машалла. Келін үйде? Үйде. Қарын тоқ? Денсаулығың жақсы? Машалла. Мына жерден көтерілеміз. Опа! Машалла. Ал, кеттік. Келдік. Ассаламу алейкум. Асылдың асыл арманы орындалды. Бір басы екеу болды. Өмірден сыңарын тапты. Аллаға шүкір, пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам сүннетіне сай амал етіп, дінінің жартысын түгендеді. Мен ең бірінші Асылды сол Асыларына телеарнасынан көргенмін. Содан ойлағам енді иманына қатты қызықтым да, содан ВКонтакт арқылы Асылды іздедім. Сөйтіп Асыл Рахымжановты іздеген, осы шықты. Сөйтіп екеуміз сөйлесіп, танысып кеттік. 5 айдай араластық. Иә, желі арқылы 5 ай араластық. Сол 5 айдан кейін уже Асыл маған үйленесің ба деп осылай ұсыныс жасап, мен әке-шешеме көрсеттім. Әке-шешем маған ең бірінші әкем айтқаны, мен барлық адамдарды анау мүгедек, мынау сау деп бөлмеймін. Бәріміз Аллахтың алдында теңбіз, сондықтан үйленем десең қарсы емеспін. Барып көріп келді. Мен өзім Алматыға, Қызылордадан келіп, Асылды көрдім. Көріп, содан кейін өзім шешім қабылдадым. Үйдегілерге де айттым. Үйдегілер де ең алдында Аллахтың алдында дәреже үшін ғой деп олар да қуанды. Сөйтіп Асылға бір айдан кейін сол июль айында үйлендік екеуміз. Алланың қалауымен. Сол қазір біргеміз, тұрып жатырмыз. Күмісай Қызылорда облысы Қазалы ауданының тумасы. Орта білімі бар, заңгер. Ұшқын мүгедектер құқығын қорғау және жәрдем беру қоғамдық бірлестігінің оқытушысы болған. 6 ағайынды. Үйінде 2-ші бала. Менің мүмкіндігім шектеулі. Негізі анам айтқан 4 жасымдан бастап бір жағдай болды деп, бірақ мен оны сұрамаппын. Кейін өсе келе уже аяғым ауырып, көп жерге жүре алмай, уже сондай болғаннан кейін барып мен сұрадым да, маған не болды деп. Сол кезде анам айтқан, сен 4 жасыңдан бастап осылай ауырасың, аяғың ауырады сенің, мына тізелерің, мына екі тізең ауырады, сондай кезінде жарақат болған деген. Содан кейін осы қазір неше жыл болды? 15 жыл болды ма? 16 жыл болды, мен сол инвалид мүгедектікке шықтым. 2-ші группамын қазір.
маған бірнеше рет ота жасалды аяғыма. Мен ойлаған біріншінде асыл маған өте қиындық тудыратын шығар деп. Бірақ келіп өзім... Қай жағынан қиындық тудырды? Енді жағдай енді көзге көрініп тұр, иә. Қол аяғы болуыңызға тура келді ғой? Иә. Соны ойладыңыз ғой? Иә, сонымен енді сондай қиындық бола ма деп мен біріншінде қорықтым. Содан кейін Аллахқа тәуекел еттім да, бірден сол жерде енді үйленсек, уже мен саған келісемін деп сол жерде үйленуге шешім қабылдадық. Содан кейін асыл маған құда түсіп келді. Мұсылман адам үшін ұлы Аллаға және оның сүйікті пайғамбарына деген махаббаттың орны ерекше. Сонымен қатар адамға деген ғашықтық та табиғи сезім. Ол кеудесінде дүрсілдеп тынымсыз соғып тұрған жүрегі бар жандардың бәріне тән қасиет. Асыл келін алуға қалай бел будың? Келін алуға? Енді Аллахтан дұға еттім. Енді Аллахтан дұға еттім. Мысалы жан жолында сөйлеуден постоянно дұға еттім. Жаңбыр жауғанда? Жаңбыр жауғанда келсе қабыл болады деген. Сол осы тілеудің қабыл болады. Мамаңа мен келін таптым деген кезде мамаң не деді саған? Мама Қарсы болды ма әлде не болды? Не деді? Енді бірінші көрейік деді. Қандай екен бірінші? Біз аяқ дейді. Есатым мен өзім Қызылордаға барайын деген. Бірақ мама аяққа деді. Бірінші келін өзі көрсін деп. Енді сүйетін қыз өзі келеді деген сияқты. Сонша қайтты. Келді ғой. Ұнады ма? Сразу ұнады ма? Иә. Әлде сен де ойландың ба? Сразу ұнады. Ұнады ма? Қазір қалай жақсы тұрып жатсыздар ма? Жақсы шүкір. Да, жақсы. Бақыттысың ғой? Бақытты. Не керек енді саған? Маған енді екеуміздің бір баламыз болса. Өткен жол кездескен кезде иншалла жаннаттық болсам дейтін. Енді баламыз болса. Енді мақсатым жаннатқа беру. Енді бала болса да болмаса да қасында барса да. Асылда үйленеді деп енді басында сеніңкіремедік. Енді жүре алмағаны үйленбейтін шығар деп. Артынан енді Күмісай өзі келіп екеуі қосыламын мен Асылдыға. Әкем рұқсат берді дегеннен сен уже сендік, уже аян құдалыққа да барып келдік. Асыл екеу бақытты болса болды, ең бастысы. Екеу әңгімелесіп, сырласады. Енді жалғыз отырғаннан гөрі екеу бірге енді бақытты болса болды екеу. Әйтеуір чайын беріп, тамағын беріп, беті қолын жуып, әйтеуір қарайласады. Мен енеме үлкен рахмет айтар едім. Осындай Асылды өсіріп, осындай кем болса да ешкімнен кем қылмай Асылды өсіріп, маған дайындап қойғанда. Мен енеме көп-көп рахмет айтар едім. Менің енем негізі өте жақсы адам. Өте жақсы кісі. Көп аналардың қолынан келе бермейтін істер жасайды баласына. Мен соған разымын. Қаншама қол аяғы бүтін жандар шүкіршілікті ұмытып, мешітке баруды ар санап, ойын-сауық клубтарынан шыға алмай жүр. Ал өмірдің сынағына мойынсұнып, әр күннен үміт күтіп жүрген бұл жұп бар уақыттарын сауапты істерге, Алла разылығына жетуге арнауда. Біз Асыл екеуміз көбінесе Құран оқимыз. Өйткені Аллах тағала Құранда шипа бар деген. Біз сол Құранды оқимыз көбінесе. Сол көбінесе отқан кезде сол аяқ қолын массаж жасап Құран оқып отырамыз. Көбінесе Асылға тимеу сол. Ал былайша жуындырамын, тамағын беремін, шайын беремін,
киімін жуамын мысалға. Сол әйелдік еркектің алдындағы міндеттерін орындаймын. Сол роликте көрдіңіз ғой, дәрет алғызамыз да. Дәрет алғызып, жуындырып, намаз оқимыз екенбіз. Сол дәрет алғыздық, намаз оқыдық. Қазір енді дәретті сіз алғызатын шығарсыз, е? Әрине алғызамын. Ал екінші қолында кел. Ең бірінші сүннет бойынша соңғы жуамыз. Дәрет алған рахат, иә? Жақсы. Асыл мен Күмісайға қарап отырып, отбасын құрудағы негізгі мәселе жүрек жарасымдылығы, ішкі үйлесім екеніне көзіміз анық жетті. Бұл отбасының құрылуы Алла тағаланың нығмет екені, мейірім екені сөзсіз. Оған дәлел қасиетті Құранның мына аяты. Әрі сендердің тыныштық, тыным тауып, орны боларың үшін өздеріңнің жұбайлар жаратуы, және араларында сүйіспеншілік пен мейірім жанашырлық пайда етуі де оның белгілерінен. Ақиқатында мұнда ойланып, ақылға салатын адамдар үшін дәлел ғибраттар бар. Қазір мүгедек болып, қазір біздің мүмкіндігіміз шектеулі болып, қазір біз көп нәрсеге екеніміз келмей жатса да, Аллах тағала бізге бір сынақ жіберсе, оның нәпақасын да береді деп ойлаймын. Ақырет күнінде біз мүгедек болғанымыз үшін пайғамбарымыз айтып кеткендей, бір кісінің екі көзін алса, оның орнына жәннатта оған екі көз береді деп. Сол сияқты бізді осы дүниеде кембағал қылғанымен, иншалла біз ақырет күнінде біздің 12 мүшеміз бірдей сау болады деп ойлаймын. Асыл үйленбейді деп ойлап енді үйленді. Енді қазір кезде енді бақытты болса екен, үлгілі семья болса екен дейміз. Перзентті болып, енді осындай Күмісайға да разымын. Осындай үлкен қадамға келіп, қадам жасағанда, осы Асылмен бірге өмірімді өткіземін, қарайласамын дегеніне. Әйтеуір бір перзент болса да, перзентті болуыма да боламын деген неде келді да өзі. Екеу бақытты болса болды, самое главное. Асылмен бірге тұру ешқандай да қиын емес. Біріншінде былай енді сырт көзге барлық адамдарға бұндай жігітке үйлену қиын деп қыздар ойлау мүмкін. Бірақ ешқандай да қиын емес. Негізі Аллах тағала бір қиындық берсе, қасына бір жеңілдікті қосып береді ғой. Мысалға, Асылға үйленгелі мен ешқандай қиындық көрген жоқпын. Ең бастысы адамның жүрегінде иманы болу керек екен де ше. Ең біріншінде адам жүрегінде иман болу керек екен. Қанша 12 мүшесі сау жігіттер бар, мысалға, азаматтар бар, байлық, әдемілік, атақтанқ, олардың бәрі болып тұрып, жүрегінде кішкентай иманы болмаса, онда оның ешқандай да пайдасы жоқ екенді. Мен соны білдім да. Мен Асылдан олардан көп артықшылықты көрдім. Аяқ қолы жасамаса да, дұрыс сөйлей алмаса да, ол барлық нәрсені жүрегімен жеткізеді. Сондай мінезі көркем, жүзі нұрлы, жүрегінде иманы бар. Мен үшін ең төбеме көтеретін еркек деп айтсам болады. Асылды. Енді қазір еркелетіп қоямын, мен жәннатым деп. Кім қандай кейіпте жаратылса да, Алла алдында бәріміз теңбіз. Бірақ жаратылысымыз ұқсас болғанымен, әрқайсымызға әртүрлі сынақ берген. Қанша адам болса сонша тағдыр. Бірі бай, бірі кедей, біреу сау, біреу науқас. Алайда ертең Алла алдында адам баласының иманмен және жасаған әрекет амалдарымен өлшенетінін ұмытпайық. Жаратушы иеміз жанның мүгедектігінен сақтағай.